Әмина, Ау, апай. бүгін біз мақта қыз бен мысық туралы әңгімелейтін боламыз. Жарайды. Ертеден мақта қыз бен мысық болыпты. Мақтаға жиі жинап жүріп, мүйіз тауып алған. Дұрыс Мысығын айтасың. сақырып, келмей қойған. Дұрыс айтасың. Сосын мүйізді өзі жеп қойған, я? Иә. Сосын мысық келеді. Неге шақырдың дейді. Мақта қыз айтпайды. Оған ренжіген мысық мақта қыздың қатығын төгіп тастайды. Оған ашуланып, мақта қыз мысықтың құйрығын жұлып алған. Сосын мысық мақта қыздан құйрығымды берші деп өтінеді. Мақта қыз болса ашуланып, сен менің қатығымды бер, мен сонда сенің құйрығыңды берем дейді. Құйрығын алмақшы болған мысық оған қатықты қайдан табам деп сиырға барады. Сиыр шөп сұрайды. Шөпті қайдан аламын деп ағашқа барады. Ағаш су сұрайды қыздардан. Дұрыс, су сұрайды. Ал мысық қыздардан суды сұрайды. Сусы сағызды қыздар шайнайын деп дүкеншіге барып алам дейді. Дұрыс айтасың. Ал қыздар сағыз сұрайды. Сағызды мысық дүкеншіден сұрайды. Дүкенші болса жұмыртқа сұрайды. Жұмыртқаны тауықтан сұрайды. Ал тауық жем сұрайды. Жемді қайдан алам деп тышқандар есіне түсіп тышқандардан сұрайды. Тышқандар жем береді мысықтан қорқып. Сосын жемді не істейді? Тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды қыздарға береді. Қыздар су береді. Екі қызға береді. Екі қызға сағыз береді. Қыздар су береді. Суды ағашқа береді. Ағаш жапырақ береді. Жапырақты сиырға береді. Сиыр болса қатық сүт береді. Сосын мысық оны мақта қызға келеді. Солайша екеуі қайта достасады. Дұрыс айтасың, қуанады.